Баршаңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болатын, әрі үлкен отбасыға жететін творожный пирогтың рецептімен бөлісемін. Әсел пеште пісіретін боламыз. Сол противинге лайықты рецепті таптым және сіздермен бөлісуге асықтым. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер дегім келеді. Видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір ыдысқа 2 жұмыртқаны шағып аламыз және де 100 грамм қантты қосып, вилканың немесе қасықпен жақсылап араластырып алуымыз керек. Араластырып болған соң ұнымызды аламыз. Менде жарты килограмм ұн және де сармай. Крестьянский деген сармайдың 180 граммын, яғни бір пачкасын қолдандым. Холодильниктен шығарған күйінше осылай өткізіп аламыз. Сосын қолымызбен жақсылап крошкалап ұнмен майды араластырып алған соң жарты қасық тұз саламыз және 15 грамм разрыхлитель тестаны, яғни қопсытқышты салып, қасықпен бір араластырып алуымыз керек болады. 15 грамм разрыхлительді жарты килограмм ұнға қолдансаңыздар болады. Егерде қасықпен өлшейтін болсаңыздар, 1,5 шай қасықпен салсаңыздар да болады. Енді ең алдымен жасап алған жұмыртқа мен қантты массаны осы ұнның үстіне саламыз және де 3 ас қасықпен қаймақ саламыз. Менде 25%-тік аяла қаймағы, сіздер 20%-тік қаймақты да қолдансаңыздар болады. Осы тұста айта кететін, рецепті дәл жасасаңыздар өте жұмсақ қамыр болып шығады, қолға жабыспайтындай. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан 480-500 грамм ұн ала бересіздер. Қолға жабыспайтындай қамыр пайда болады. Илеп болған соң бетін жауып, холодильникке қоямыз. Кемінде жарты сағат тұру керек. Сол кезде бізде песочный тесто шығады. Ал енді творог пен қантты араластырып аламыз және де үстіне бір жұмыртқаның ақ уызын саламыз. Менде бұл жерде видеоға түспей қалды және ванильный сахарды салдым. Ол міндетті емес. Және де аяла қаймағымызды 3 ас қасықпен салып алдық. Салып, сосын араластырып аламыз. Миксермен немесе блендермен араластыруға, тіпті вилкамен де араластырсаңыздар болады. Ал енді қамырды шығарып, 3-тен 2 бөлігін бөлек және 3-тен 1-ін бөлек алып қоямыз. Үлкен бөлігін жайып, ұн сеуіп, жайып аламыз да оқтаудың көмегімен противинге саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып, противинге лайық болдау деген кезде саламыз да жетпеген жерлерін қолымызбен жеткізіп жіберуге болады. Оны болған соң екінші қамырымызды алып, бетіне тор жасау үшін ыңғайлы етіп жайып аламыз. Содан соң противиндегі тестамызды үстіне салмамызды саламыз және де шеттеріне жеткізіп, видеодағыдай істеп аламыз. Енді қамырдың екінші бөлігінен осылай ұзынша етіп пышақтың көмегімен кесеміз де бетіне тор жасауды бастаймыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп істей берсеңіздер болады, қиыншылығы жоқ. Және де менің негізі салмам көп болып кетті. Сіздер 400 грамм творогпен жасасаңыздар да болады. Осылай біз сетка жасап аламыз. Творожный пирогтың бұл тәсілмен жасап көрген болсаңыздар, келесінде дәл осы рецепті домалақ противинге салып, астына барлық қамырды салып, шет-шеттерін формаға келтіріп, үстіне творожный салмамызды салып, малинаның немесе соған ұқсас жидектерді бетіне салып пісіріп алуға да болады. Қалған қамырды осылай жеткізіп, тор жасап болғаннан кейін алып қойған жұмыртқаның сары уызын енді бетіне жағып,
сосын духовкаға салып пісіріп аламыз. Мен 250 градуста жарты сағат пісіріп алдым. Пештің қызатынына байланысты қарап тұрып пісіріп алсаңыздар болады. Жасап көріңіздер дегім келеді, өте дәмді болады. Егер жасасаңыздар лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп қолдап кетулеріңізді сұраймын.